Сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім? Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті тіркеліп қойыңыздар. Күнделікті сіздерге денсаулықтарыңызға пайдасы бар ақпаратпен бөлісіп отыратын болармын. Бүгінгі тақырыпта біздер жалбыз деген жапырақ, яғни гүл, мята қандай пайдасы бар біле жүріңіздер. Жалбыз ағзаға пайдалы көптеген қасиеттер бар, ең танымал өсімдіктердің бірі. Оның қасиеттерін ұзақ уақыт тізіп айтуға болады. Ең негізгілерін қарастырайын мен сіздерге. Емдік қасиеті, жалбыздың емдік қасиеті ертеден мәлім. Тіпті халық арасында бұл өсімдік 101 ауруға ем деген сөз бар. Жалбыз өсімдігінің құрамында адам ағзасына пайдалы заттар мол. Жалбызды ата-бабаларымыз жиі пайдаланған. Оның құрамында адам ағзасына қажетті көптеген элемент бар. Емдік мақсатта жалбыздың жапырақтарын қолданған. Оның жапырақтарын тұнба ретінде пайдаланған. Жалбыз асқазан ауруы, ұйқысыздық және іш ауруы кезінде таптырмайтын ем. Ол ас қорыту жүйесін жақсартады. Табиғи антисептик болып саналатын жалбыздың барлық түрі пайдалы. Қазіргі таңда жалбыз шайы тұмау, етеккірдің дұрыс келмеуі кезінде жақсы көмектеседі. Сондай-ақ іш өткен кезде ем болады. Сондай-ақ ішек құртын түсіретін емдік қасиетте бар. Сонымен қатар қан қысымы жоғары адамдар мен кішкентай бүлдіршіндерге жалбызды пайдалануға болмайды. Жалбызды қан қысымы 120-80, 140-80-нен жоғары адамдарға әрі 6 жасқа толмаған балаларға пайдалануға мүлдем болмайды. Полиартрит, артроз, артрит аурулары кезінде күніне бір уақытта кепкен жалбызды суға салып шомылу керек. Буын ауруларын емдеуге пайдасы өте зор. Жүрек ауруына таптырмас ем. Жалбыздың жапырағы жүрек ауруына ем. Сондай-ақ оны бүйрек пен бүйрек түбекшесі, бауыр мен бауыр жолының қабылуына қарсы қолданады. Демікпені де емдейді. Халық арасында жалбыз ұнтағын бал орнына сары майға араластырып қабылдаса демікпе сырқатын жазып, тыныс алу жолдарын тазартады деген сенім бар. Сонымен қатар жалбыз булығып, жөтелгенді тыйып, қарлыққан дауысты ашады. Егер тершең адам жалбыздың кепкен жапырағын ыстық суға бұқтырып, демдеп, жатар алдында жарты стақан ішсе, тершеңдігі басылады. Ал аяғының шуашы бар адамдар жалбыз тұнбасына 3 мезгіл аяғын жуып жүрсе, жағымсыз иістен арылады. Полиартрит дертіне шалдыққан адам кепкен жалбыз шөбін суға қайнатып, күніне 1 реттен жатар алдында ванна жасап түссе, сырқатынан сауығады. Сондай-ақ еті тілініп кетсе, іріңді шиқан сияқты қотырларға жалбыз тұнбасын таңып тастаса, тез жазылады. Бас ауруын жазады. Сонымен қатар дәрігерлер кесеге жалбызды салып, оған ыстық су құйып, кейін біраз уақыт тұндыруға кеңес береді. Олардың айтуынша, мұндай шайды кешке басы жиі ауыратын адамдар ішуі керек екен. Осылайша жалбыз ауруды басып, ұйқыны қалыпқа келтіреді. Яғни жалбыз деп отырғанымыз бұл біздің мята. Яғни қазақшасы жалбыз, орысшасы мята екен. Сіздерге пайдалы ақпарат болған болса, міндетті түрде лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті керекті ақпаратпен бөлісіп отыратын боламын. Рахмет.